сәті түсті, қай арнаға ауыстырып көрмесеңіздер де бұдан пайдалы бағдарлама таппайсыздар. Сондықтан хабар агенттігінен алыстамаңыздар, эфирде білгенге маржан. Сонымен бүгінгі бағдарламамыздан көретіндеріңіз: аллергия 21 ғасыр індеті, сабын мен ұнтақ жақпайтын тері, тамағыңыз ісіп тынысыңыз тарылды ма, ангинадан арылу жолдары, жауың тышқан болса арыстан деп қара, тілді үйрер ақ ірімшік, бірнеше секундтардан кейін көре аласыздар. Аллергия деген сөздің өзі бар жоғы 1906 жылы ғана пайда болыпты, ал танымалдылығына қарасаң бірнеше ғасырлық тарихы бардай көрінеді. Өйткені бұл індет адамды да, жынысты да, тіпті жасты да таңдамайды. Мысалы, Ресейдің танымал актері Сергей Безруков Высоцкий туралы фильмге түскенде гримнің көкесін жасатам деп беті қышып, мазасы қашып, біршама уақыт тілшілерден тасалап жүріпті. Ал Серена Уильямс атты танымал теннисші қызды қатардан қалдырғыңыз келсе, оған жаңғақ апарып бере қойыңыз. Содан аллергиясы бар екен. Тіпті бұл орекеңдердің бәріне денсаулығын күтуді үйретіп жүрген Малышева апамда сақтана алмапты. Енді жасыратын жоқ, қазір екінің бірінде аллергия бар. Біреулердің ауруы шаң жұтса басталса, келесі бірнікі сабын ұстаса өршейтін көрінеді. Болмаш нәрсеге тітіркеніп түшкіретін болған соң, не болса содан сақтана беретіндер де көп. Ол туралы қазір біз студиямызда әңгімелесеміз. Дәл қазір аллерголог, дәрігер аллерголог студиямызда қонақта Ғалия Түсіпбекова. Қарсы алыңыздар. Қазір бұл кісі бізге барлығын түсіндіреді. Енді біз жаңағы айтып жатырмыз, әркімде әртүрлі. Мысалы, жасыл желектен пайда болады біреулерде. Әсіресе осы Алматы, Тараз, көбінесе жасыл көп жерлерде сондай болып жатады. Немесе бізде сізде байқайтын шығарсыз, сізге келетін жаңағы аурулар әдетте немен, мысалы, неден қорқып, неден сақтанып келеді? 21 ғасыр осы аллергия ауруларының көбеюіне сипатталады. Соның ішінде аллергияның әртүрлі аурулары бар. Соның ішінде жаңағы байланысты дерматит деген бар. Ол мынау күнделікті өзіміз қолданып жүрген ыдыс-аяқ жуатын, кір жуатын химиялық заттарға байланысты. Мынау қазір енді бұрынғыдай заман жоқ, бәрімізде кір жуатын машина бар. Бірақ дегенмен кейбір жаңағы келіншектер таптазалыққа үйренген, олар көп нәрсені осы уақытқа шейін жаңағы сабынның ұнтағын қолданып жуып тазалап отырады. Сол мынау жаңағы сабынның құрғақ ұнтағы, бұның сұйықтықтары болады. Енді сіз мысалы жаңа бүйтіп салып жатсыз ғой, мен көбінесе жаңағы бұны абайлап бүйтіп қана салам. Өйткені мынау жаңа сіз бүйтіп жаңағы алып биткеннің өзінде мына шаң ұшатты, мен осыдан түшкірем ең бірінші. Дұрыс айтып отырсыз. Енді менің бұл нәрсеге аллергиям жоқ, сондықтан қорғанып сақтанып тұрған жоқпын. Ал енді жаңағы ауыратын адамдарға айтатын кеңесім, осы ұнтақпен қолданылған кезде сұйық түрі болсын, құрғақ түрі болсын, мұрынға маска киіп, содан кейін қолға мынандай ұзын қорғап тұратын қолбақ кию керек, резина қолбағын кию керек қолданған кезде, мұрындыңызды жауып тұруыңыз керек, содан кейін жаңағы мөлшерлеп алып, осы құрғақ қоршақты осыған саласыз. Енді мысалы мен айтайын жаңағы түсінікті ғой, мынау әртүрлі кір жуатын ұнтақтар бар, ыдыс жуатын мысалы, оның бәрі мен мысалы сабынды да күніне бір ғана немесе максимум 2 рет қана пайдалана аламын. Басқа уақытта менің 3 рет 4 рет жуып кетсем күніне, менің қолдарымның бәріне қызарып шек бастайды. Енді демек менің аллергиям бар деген сөз ғой, Онда сізге тек қана бала шомылдыратын сабындармен қолдану керек, себебі баланың денесі нәзік болған, терісі нәзік болғаннан кейін, және оның қорғау қасиеттері аз терінің, жас туған баланың, содан кейін олардың сабындарына химия көп қосылмайды. Сондықтан сізге тек қана осындай сабындар қолдану. Балалардың жаңағы сабындарымен қолдану керек. Ароматы жоқ, химиясы жоқ, сондай жай сабындарын қолдану керек. Және жиі қолданбауға тырысуыңыз керек. Ал бізде мысалы кір сабындар ше, мынау бұрыннан келе жатқан ата-әжемдер қолданатын кір сабын. Жоқ, енді кір сабынды кір жуғыңыз келетін болса, қолданып, қолмен жуғыңыз келсе, жаңағындай айтқандай, мынандай резиналық қолбақты міндетті түрде. Және мынаның енді демалу орындарына да иісі кетпеу үшін мұрныңызға маска киіп аласыз, қорғайтын. Енді сіз елестетіп көріңізші, қазір біз кеңес айтып жатырмыз, ауылдағы немесе біздің өзің қаладағы да қыз-келіншектер, ой, осыны жуа салу үшін бір 1-2 секундтық нәрсе үшін мен қолғап киіп, оны маска киіп жатам ба деп ойлауы мүмкін ғой. Енді адам өзі білу керек, либо ол аллергиямен ауыра ма, жоқ, қорғана ма, соны өзі таңдауы керек. Дегенмен енді өзінің денсаулығы үшін өзі тырысу керек. Содан кейін жаңағы мынандай дәрілерді алып,
ашқан кезде осының ұнтағына да байланысты дерматит. Жаңағы орысша айтқанда аллергический контактный дерматит, қазақша айтқанда аллергиялық байланысты дерматит Бұдан да дейміз. болуы мүмкін, Осылардың ұнтағына да болуы мүмкін. Былай енді сосын мынандай уколдарға келетін болсақ, мынандай сұйық жаңағы. Мен есімде осыны маған жамбасыма салған кезде мен кәдімгідей талып қалғанмын. Сол кезде маған ұрысты анау дәрігер. Сен неге аллергиям бар деп айтпадың деді. Мен білмеймін, маған аллергиям бар ма, жоқ па, оны қайдан біледі мысалы? Адам өмірінде бірінші аллергия болғанда, мысалы, жас кезінен басталуы мүмкін, или ересек кезінде басталуы мүмкін. Сол дәріге ең бірінші болған бірінші аллергияны жаңағы медициналық құжаттарына жазып қою керек. Содан кейін жаңағы келесі жолы өзінің барған дәрігері қандай дәрі жазбау керек біліп отырады. Жаңағыға байланысты. Енді ол, мысалы, сіз келген бетте дәрігер сізді жаңағындай тест қойып тексермейді. Аллергиям жоқ десеңіз, сіздің ауруыңызға байланысты дәрілерді жаза береді. Енді әдетте қазір сұрап жатады, жаңағы қандай ауруға, қандай жаңағы дәрілерге аллергияңыз бар ма деп мен сұрап жатады. Ол негізі дәрігерлердің бәрін кінәлауға болмайды. Мен сұрағандарын солай естігем. Енді мысалы бізде жаңағы көбінесе жаңағы мынандай әртүрлі майлар бар, бізде. Аллергия кезінде бұндайлардың да бір әсері бола ма, әлде мысалы қолға? Жаңағы байланысты дерматит дедіңіз ғой, сол мынау өзі осы майдың ішінде, мынау жаңағы гүл қосылған, глицерин деген қосылған, және өзінің майдың өзі химиялық зат қой, осында қосылған заттың бәрі химиялық элементтер. Әрқайсысына болсын бола береді. Дәрінің әрқайсысы, даже аллергияны емдейтін дәрілердің өзіне аллергия болуы мүмкін. Және мысалы осы күні өзіңіз қорықсаңыз, бір себеп болып, осының алдында бір бояуға немесе майға аллергияңыз болып, келесі жолы қолдануға қорқатын болсаңыз, біздерде мысалы аллергологиялық орталықтарда, кабинеттерде аллерг-тест деген болады. Ол Россияда, Швеция деген мемлекеттерде шығарылады. 24 химиялық зат, ең басты заттар, күлді мынау косметикалық боямдарға және мынау химиялық күнделікті қолданатын химияның құрамына кіретін заттар. Сол 24 тестер бар құрамында. Мынау қазір шаш бояуына да аллергия көбейіп кетті ғой. Соның құрамына кіретін заттар, аллергияны беретін ең басты заттары. Соларды мынандай жерге тест қойып, арқаның терісіне или қолдың терісіне көресіз. 20 минут қарайсыз, 20 минут, 48 сағат, 78 сағаттан кейін қорытындысын қарап көреміз. Осындай жаңағы жері қызарып ісетін болса, сол жаңағы химиялық затқа аллергиясы бар. Сондықтан біз айтамыз, осындай зат кіретін бояуды, химиялық заттарды қолданбаңыз деп. Біздің көрермендерімізге аллергиядан қорғану үшін, сақтану үшін басты талаптары, ережелер мынандай деп қандай кеңес бересіз? Енді ең басты ереже жаңағы иммунитетіңіз жақсы дұрыс жұмыс істеп тұру керек. Аллергия деген ол иммунитеттің жаман істеуінен пайда болған ауру. Сондықтан әлсіреуінен, спортпен айналысу керек, дұрыс тамақ ішу керек, химиялық тамақтарды азайту керек. Содан кейін бостан-бос дәрі ішкенді тоқтату керек. Осы жағын батырып айтыңызшы. Қалтаға салып, жаңағы бізде цитрамон деген дәрі бар ғой, қалтамызға салып аламыз да, басымыз ауырса ішіп аламыз. Оның жаңағы құрамындағы парацетамол мен анальгиннің қандай жаңағы қатерлі аурулар шығаруы мүмкін, ол кейін пайда болады, бірақ ол адам білмейді, жаңағы ауру дәрінің себеп болуын сол аурудың шығуына. Сол дұрыс тамақ ішу керек, дәріні аз ішу керек, көп ауырмау үшін спортпен айналысу керек. Және өмірге деген өзінің көзқарасы әрқашан сондай бақытты болу керек. Адам өзін-өзі бақытты болып сезініп отыратын болса, оптимист болу керек, позитив дейді көп болу керек өмірінде. Ал ең бастысы дәріні жөн жосықсыз іше бермейді. Осыны басырып айту керек сияқты. Тек қана дәрігердің айтуымен ғана ішіп отыру керек. Рахмет сізге, көп пайдалы кеңестердің барлығын ескереміз. Сонымен бағдарламамыздан әрі қарай көретіндеріңіз, ангина қалай пайда болады, одан айығудың жолдары. Халық айтса қалт айтпайды, халық емінде ұмытпаңыз. Бірнеше секундтардан кейін. Ангина деген бәлені жер планетасында білмейтін адам жоқ шығар. Ертеректе мұны тамақ қыспасы деп те атаған көрінеді. Тамағыңызды қаттырақ ашып айнаға қарасаңыз, жұтқыншаққа өтер жердегі кішкентай тілшені көресіз. Сосын оның екі жағында орналасқан миндалин деген лимфоциттер жиынтығын байқайсыз. Негізі осы екі миндалин адам ағзасын көп нәрседен қорғайды.
осы екі мүшеде иммундық жасушалар бар. Бірақ бір жаманы осы жерде ангина пайда болады. Яғни бактерия, микроб, вирустар баратта дәл сол аймаққа жабысады. Одан кейін жаңағы ауыз қуысының екі мүшесі ісініп, іріңді бөліктер пайда болады. Бұл диагнозды 7 жыл медицина академиясында оқымай-ақ білуге болады. Өйткені тамағыңыз жұтындырмай қатты ауырса, қызуыңыз 39 бен 40-тан бірақ шықса және айнадағы көрініс мынадай болса, өзіңізді ангинамен ауырып жүрмін деп есептей беріңіз. Сеніңкіремей тұрсаңыз, терапевтке не лорға жазылыңыз. Ал бұл тақырыпты біз дәл қазір студиямызда жалғастырамыз. Бір нан, бір теңге, бір доллар, 7 теңге тұрған заман. Төл валютамыз 20 жасын тойлап жатыр. Аблязов жырының жалғасы от басқан оққағарлар. 16 адам, 25 мың доллар. Жалған сенім, қос бірдей қылмыстық істің хроникасы. Абайлан жұмыс, өндірістік қара қағаз неге жиілеп кетті? Қағаздан да дау шықты, дау шыққанда да дәу шықты. Орталықтың базарлығы бәріңізге жетеді. Өмірдің жазы өтіп қысы қалды. Көңілдің іші тозып тысы қалды. Сыр бермей серілікпен жүрсем дағы кәрілік қыр соңыма түсіп алды. Әлі де сөзден тайып тұрған жоқсыз. Қуансақта есен деген хабардан, кездесуде, жүздесуде бар арман, кездесуді аңсамаған адамдар бірін бір өмір бақи алдайды. Студиямыздың қонағы дәрігер Назира Исенбаева, дәлірек айтсақ, жұқпалы ауруларды емдейтін дәрігер. Біз қазір енді соның ішінде ангина туралы айтпақшымыз. Неден пайда болады және мүмкін алдын алу шараларын біз біліп отыратындай жағдайға жеткізуіміз керек қой енді. Жалпы ангина дегеніміз ол баспа қазақша. Баспа ауруы ол негізі бадамша бездерінің осы салқын тиюден көбінесе алтын түсте стафилококк және стрептококк қоздырғышымен қозатын жұқпалы аурулардың түріне жатады. Көбінесе осы баспа ауруымен мектеп жасқа дейінгі балалар, жасөспірімдер, яғни және 35 жасқа дейінгі жас адамдар көбінесе ауырады. Табанынан сыз өтіп кетсе де ангина болуы мүмкін бе? Жалпы табаннан сыз өтсін, ауызға мысалға көктем күз айында дейміз ғой, көбінесе да, неге көктем күз айында салқын ауаны көп жұту, немесе қатты дененің жалпы жаурауы, барлық осы айтылғандардың бәрі ол иммунитетке әсер етеді ғой. А балмұздақ жесе? Тоже мүмкін, потому что балмұздақ жегенде ол суық қой, мұздай ғой, ол тікелей осы бадамша безіне әсер етуі мүмкін. Енді өзімнің көрген білгенімді айтайын, көбінесе жаңағы уақыт жоқ, сонымен мен жаңағы ангина болған кезде алатынмын да осындай жаңағы не бар, жаңағы уколдарды салып, сонымен ғана тұрып кететінмін. Енді оны дәрігерлер айтып жатады, мынандай антибиотиктер көбінесе көп қолданбау керек деп айтып жатады, бұлар зиян деп та негізінен. Жалпы баспаның негізгі емі ол антибиотик, потому что оның қоздырғышы бактерия. Жаңа айтып кеткендей, стафилококк және стрептококк. Бірақ дер кезінде бірінші күні, екінші күні сіз мысалға тамағыңыздың ауырсынуы басталды да, әлі ол сіз бірден уколға, антибиотикке жүгінбей, жергілікті ем қолдануыңызға болады. Например, ол антисептиктермен тамақты шаю. Допустим, енді біз фурацилин, например, таблеткасын ерітіп суға, сонымен шаю әр 10-15 минут сайын. Немесе өзіміздің үйде жасай алатын сода және ас тұзын. Жаңағы неге тамақты булаушы ингаляция дейді ғой, ол жасалына ма, ангина кезінде жасалынбау керек пе? Жоқ, негізінде тамақты булағаннан көрі тамақты шайған дұрыс. Шайған дұрыс, тамақты шайған жоқ. Булайды, ол қай кезде булайды? Ол өкпе қабынған кезде, ол булау арқылы біз өкпені кеңейтеміз. Жалпы бұл иммунитеттің әлсіреуінен болатын ауру. Иммунитетіміз біздің егерде жақсы болса, біз оны суықтамаймыз. Суықтамасақ, яғни баспада болмайды бізде. Демек, адам әлсірегенде барлық нәрсе жабысады. Да, жоқ, адам әлсірегенде емес, адамның иммунитеті төмендегенде.
адамның иммунитеті төмендегенде кез келген ауруға адамның қарсы тұру несі азаяды. Яғни мысалға бізде фагоцитоз деген иммунитетіміз әлсіз болады ғой. Келіп түскен бактерия, инфекция болсын, қарсы тұра алмайды, оны жоя алмайды. Иммунитет дегеніміз сол. Сонда жоқ, мысалы халық арасында кейбіреулер ойлайды енді расында. Ангина деген тамақпен байланысты болса, тек салқын су іштім, балмұздақ жедім, немесе жаңағы сөйтіп ойлайды. Пісе шақтым деп айтады. Может быть, көбінесе балмұздақ, бірақ пісе шағудың өзі де алып келуі мүмкін, потому что ол кір ғой, лас. Демек ангинаға себеп болатын ең бірінші жаңағы бактерия, қоздырғыш айтып отқандай, стафилококк, стрептококк. Еще плюс оған еще салқын тисе тамақ, ол тезірек дамып кетеді. Енді мен жаңағы бірнеше жыл қатарынан, тіпті бір маусымда бірнеше рет ауыратынмын. Сол кезде маған бәрі айтатын. Мына ангинаны гланды дейді ма? Бадамша без. Бадамша без, сол бадамша безді мүлдем кестіріп тастауға болады деп айтқан. Енді содан кейін енді әр ойладым, бер ойладым, алып тастаған дұрыс па, әлде қалай? Өйткені бір ауырсаң, қайта-қайта ауыра береді екенсің, е? Жоқ, қайта-қайта ауыра беру деп мен тағы да айтып жатырмын, ол иммунитетіңізге байланысты. Бірақ жалпы егер де жас өспірім 15 жасқа дейін, 15-16 жасқа дейін жас өспірімдер жылына 5 рет, 6 рет осы оспамен ауыратын болса, ода кейін ревматизм деген ауруға шалдығатын мүмкіндігі бар. Ревматизм дегеніміз именно осы қоздырғыш стафилококк және стрептококк деп жатырмыз ғой. Солар жүректің қан тамырларына келіп тұрады, тұрып қалады. Содан ревматизм ауруына шалдығады. Ол ревматизм деген 15-16 жаста первичный атака, буындардан ұстайтын ауру. Сол үшін егер де біз сұраймыз, как часто вы болеете деп келген науқастардан, жылына неше рет ауырасыз дейміз. Если мен жылына осы 2 жыл болды 5 рет, 6 рет ауырам десе, сол кезде уже бұл сұрақты ойлануға болады. Сол кезде кестіру туралы ойланасыз да? Алла тағаланың берген мүшесі артық жоқ қой. Оның өзі бір атқаратын қызметі бар. Ауыз қуысында. Ол кестіре салу деген жай әңгіме, е? Енді, конечно, кез келген адам ангинамен ауыра бердім десе, ол кестіре салу ол дұрыс емес деп ойлаймын, потому что артық мүше жоқ қой. Лучше ол сонымен күресін, иммунитетін нығайтсын. Енді қазір бізді көріп отырған көрермендеріміз бар. Қазір енді міне әні дегенше қыс басталады. Қандай кеңес бересіз? Ангинамен ауырмау үшін, өзіміз сақтану үшін қандай ережелер ұстануымыз керек? Мен бірінші айтатыны көрермендерге жылы киіну, суықтамау, иммунитетті көтеру, спортпен айналысу. Даже суық кезде көресің 40 градуста темекі шегіп тұрады, жас балалар. Өз и так өкпеміз суық ауаны жылытамай жатыр, оның атқаратын қызметі жылыту ғой да, мысалы организмге жылытып, мұрынның например атқаратын қызметі. Ол еще никотинді. Ол двойне, тройне стресс та организмнің өзіне, көрдіңіз бе қалай? Енді осы жерде пайдалана кетіп, мүмкіндікті әсіресе қыз балаларға айту керек. Қыстың қақаған боранда жаңағы капрон шұлықтарды тастап, жылы-жылы колготкилар кию керек. Мен де негізі сондай болып киінетінмін. Енді осы жылдан бастап жылы киінетін болдым. Ангинамен ауырмай, аман жүрейік. Қашанда осы ережелерді қарапайым ережелерді ұстанайық. Бар болған сол-ақ. Рахмет сізге. Сонымен алдағы минуттарда дәніккен шыққан құлағымен үн қазар. Ірімшік жегеннің реңі солмас. Боз қалбырды қоқысқа тастауға асықпаңыз және арнамыздан алыстауға асықпаңыз. Шыққан жылы туғандар ренжімей қойсын, бірақ осы бір ұсақ кеміргіштер өте сүйкімсіз жаратылыс. Зузу өтіп қолдаяққа тұрмайды, ұстап алатын бір артық еті де жоқ. Енді егеу құйрық емес, кәдімгі үй тышқандарын айтып тұрмын. Егеу құйрықты кім ұстап көріпті? Оның өзі адамға шапса жаман болады деп айтып жатушы еді. Енді оны былай қойғанда, күн суытып, қыс түсе бастаған кезде үйімізге келетін шақырусыз қонақтардан құтылудың өзі қиямет қайым ғой. Құйрығының ұзындығы денесіне жете қабыл осы сүтқор әттілерді торға салып асырайтындар да бар екен. Оларды бағып өсірмек түгілі алдымыздан бір өткені концерт болатын бұл хордалар залал келтіруі мүмкін, бірақ көбі зиянсыз дейді тышқантанушылар. Иерусалим университетінің ғалымдары тышқандар адамдарға қатты ұқсайды деген қорытындыға келіпті. Осы бір кішкентай жануарды адамның бойындай қылып үлкейтсе және қаңқасын тіктесе, олардың сүйектері біздікімен бірдей орналасқан болып шығармыз. Сондықтан да адам пайдаланатын көп қоспалар мен заттарды жер бетінде ең көп тараған кеміргіштер отряды арқылы сынап жатады. Онда Микки Маусты, яғни адам тышқанды жасаушылар бірдеңе білген шығар. Енді барынша батыстықтарша сүйсінуге тырысақ та, қазақ тышқан бағыпты дегенді естімедік. Бірақ ата-әжелеріміз олардан қорғанудың түрлі тәсілін білген деседі. Енді оны студияда жалғастырамыз.